Кезінде Борат көк туымызды қорлағанда еліміз патриот болып наразылық танытып Бораттың басына ақша тіккендер де болған. Қазір көк туымыз гей-парадтардың алдыңғы қатарларында. Қазақстанда қыз-секелер мен үшінші жыныстылар неге көбеюде және оларды кімдер қолдап отыр? Ассалаумағалейкум, бұл шын тарих. ақш-та гей-парадта еліміздің басты патриоты Абдель есімді азамат туды жалаңаш денесіне орап елімізді көгілдірлер әлеміне паш етті. Жұрт тыныш, әлде қазақ қоғамына бұл үйреншікті іс пе? Көгілдірлер бұлай тұрсын феминизм атын жамылып еркек шора қыздарды қатарда өсіп келеді. Әйел құқықтарын қорғау деген қайдан шыққан өзі? Қазақтың қызға 40 үйден тыйым дегені ол үлкен тәрбие. Ол қыздың өміріне қол сұғушылық емес, қыздың ар-намысын сақтау. Қазіргі заманда әйел мен еркектің құқықтары да мүмкіндіктері де бірдей. Әйел адамдар қоғамның әр саласында орын алып жұмыс істеп келеді. Ал тұрмыста күйеуінен зәбір көріп қиналып жүрген әйелге араша түсетін ол қылмыстық кодекс. Әлде феминистерге әйел затының бала көтеріп, оны емізіп, тәрбие беруін сылтау ете ме? Мұнымен келіспеу табиғат пен жаратылысқа қарсы келу шығар. Жесір мен жетімін жылатпаған алаш жұрты ЛГБТ-ға да қамқор болып жүр. Қазақстандағы феминистік одақтың бетке ұстар азаматтары Жанар Секербаева мен Гүлзада Сержан. Бұлар әйел құқықтарын ЛГБТ тұрғысынан қарастырып дамытуда. Будут другие женщины, которые придут вместо меня, вместо Гульзады. Права женщин мы будем говорить еще громче. Вы нас не остановите. Бұл кісілердің қазақ бола тұра мұндай арсыздық жолына өздері ғана түспей, басқаларды жолдан тайдырып жүргендеріне неге тосқауыл жоқ? Әлде бұлардың арттарында Сорос фондының ашық қоғам құруға бөлініп жатқан қаржылары мотивация бере ме? Жаңа Қазақстанның свежий депутаттарының ішінде Ардақ Назаров қана осылардың дамуына тосқауыл қоймақшы болып, алыстан намек тастапты, ашықты айтты. Феминистердің шері өтті. Олар тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы митинг болады деген, бірақ олай болмады. Жиналғандар әйел теңдігін айтудан бастап, соңында өздерінің азғын жолдарын насихаттады. ЛГБТ-ның жалауын жамылып жүргендердің арасында кәмелетке толмағандар мен өрімдей жас балалар да бар. Ал қалғандары ше, үнсіз, әлде сол шірген қоғамның тұтынушысы ма? Ты давай там керек емес нәрсе, монтаж, кесіп ұста, хорошо? Тоқал алып тайрандағандар сияқты тоқал қылып Амилай сияқты бір бозды қанжығасына байлап жүрсе таңғалмаймыз. Біраз жыл бұрын атамыз Құрманғазы мен Пушкинді сүйістіріп масқара жарнама шығарғанда бір қатар ел азаматтары жиналып өзінің қарсылықтарын көрсеткен болатын. Ол жерде көгілдірлердің түнгі жын ойнағының жарнамасы еді. Елімізде мұндай қаңсық үрдіс неге кең етек алды деп ойлайсыз? Видео астына ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Ескі Қазақстанның басшысы Нұрсұлтан Назарбаев бір жылдары толерантность деп айтып, соны ел ішіне, жас санаға құйды. Ол дегеніміз дініне, нәсіліне, ұлтына, тіпті жынысына деген төзімділікті арттыру жұмыстары жүргізілді. Әрине дәстүрлі дүниеге ешкімнің наразылығы жоқ, бірақ қоғамда шірітетін үрдіске көз жұмып, аузымызға су толтырып отыруымыз қалай? Әлеуметтік салада Авертон терезесі деген ұғым бар. Осыдан жарты ғасыр бұрын қыз-секелерді соттап, еркек шораларды жындыханаға жатқызатын. Ал қазір болса көзде құлақта үйренді. Әшейін үйреншікті жағдай. Бастысы маған қатысты емес деген ұстаным. Бұл ұғымның жұмысы осындай адам санасына қонымсыз дүниені үйреншікті жағдайға айналуының қалай жүретінін айқын көрсетеді. Қызды ұяға, ұлды қияға отырғызатын нөмірі бірінші, нөмірі екінші ата-анаға айналып кетпейік. Арнаға тіркел, саусақ ұшын тигізудің айыбы жоқ. Қолда қазақ арнасын.